Ассалаумағалейкум патша көңілді көрермен. Біз бүгін сіздерге қой өсіру фермасын, яғни қой шаруашылығын көрсетеміз. Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл көздір дейді. Сондықтан микрофон алдында мен Нұрғиса Қадырбайұлы. Олай болса, біз қазір Германияның Шварцвальд қаласындамыз. Осы қойларды көріп тұрсыздар, мен ақырын шолу жүргізіп отырып, қызықты мәліметтер бере кетейін. Шварцвальд, яғни неміс тілінен қара орман деген сөз. Бұл біз тұрған жер негізі таулы аймақта, Германияның оңтүстік батысы, яғни Франциямен шекаралас аймақтамыз. Мынандай қозылы қойлар, ар жағында көріп тұрғаныңыз автоматты суару аппараты. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені қызықты мәліметтер болады. Бұл қозылардың негізі туылғаны, тіпті түнде туылғандары да бар, бүгін түнде туылғандары да. Ал қойлардың тұқымы Мериноланд, породалық қойлар. Ат айтып тұрғандай Мериноланд, яғни немістің қойлары емес. Бұл қозылардың, мынау қошақандардың арғы ата тегі Испанияда шығарылған. Алайда немістер әлемнің жақсы жаңалықтарын алуға еш қысылмайды. Яғни тек өзімізде шығарылған қой өсіреміз деген құр пайдасыз намыс бұл жігіттерде жоқ. Себеп бұл Мериноланд породалы қойларының қозы беру коэффициенті 215% құрайды, яғни қазақ шаруасының тілімен айтқанда 100 қойдан 215 қозы алады бұл жігіттер. Әрі бұл фермада осы қойлар 2 жылда 3 рет қоздайды. Айта кетейік, бұл қойлар ет және жүн беруге негізделген. Бірақ кем тұсы да бар, яғни қозыларға қолдан сүт беруге де тура келеді, кейбір қозыларға, кейбір әлсіз қозыларға. Ал негізінен қолдан сүт ішпейді. Яғни бұл жерде көріп отырсыздар қойлардың несін, жуандығын, жалпақтығын. Ал мынау жерде кейбір жерлерде қолдан су беретін, шелекпен қойып қойған. Мынау қора қазақ баласы табу қиын, бұл не қора екенін, бірақ айта кетейін, бұл ит қорасы, яғни қой бағатын бақташы иттердің қорасы. Мұнда 4 жақтан кіретін есігі бар, 4 бөлмелі, бөлек воллер иттерге арналған. Оның ар жағына қарай өтетін болсақ, мұнда трактор және прицеп, ұсақ техника, яғни. Ал мынау жақта қи. Бұл қи осында бірінші жиналады, кейіннен поляға апарып төгеміз деді. Неге? Егістік алқабына. Арғы жақтағы жайылым жердің бәрі осы фермаға тиесілі, ол жаққа да тағы да баратын боламыз. Ал енді бұл жерде ересек қозылар, яғни марқалар. Бұл марқалардың күтімі жайлы, осы қора жайлы қызықты ақпараттар бар, бірақ оны сәл кейінірек айта кетейін. Қазір мен сіздерге мынандай бір қызықты көрсеткім келіп отыр. Мұнда прицептер көріп отырсыздар. Яғни прицептер біріне бірі тіркелген. Бұл прицептер менен қораны алып жүреді, яғни қоршауларын. Жайылымда мынандай сеткалар менен, мынандай сеткалар менен қоршайды жайылымда, соның ішіне қозылар жүреді. Кейде мынандай темірлермен де қоршайды, темір қоршаулармен. Қазір көрсетейін. Әне көріп тұрсыздар ғой. Және қойдың өзін жайылымға айдап алып бармайды, кейде прицеппен алып барады. Әне ұзын прицептар менен. Ал енді қазір мынандай сеткалар бұл жерде өте көп. Не көп десеңіз, бұл жерде сетка көп шығар. Сеткадан көп нәрсе жоқ. Яғни жайылымды бөліп қоршай береді. Ал енді марқалар туралы жаңағы айтқан қызықты деректерге айта кетейін. Бұл марқаларға күтім өте аз жасалады, яғни шөбі үйіліп көп салып қояды, сабаны көп салып қояды, астына төсеп. Су мұнда автоматтандырылған жүйемен су келіп тұр, және тайм кормушка дейді, уақытылы тамақ беретін автоматтандырылған, әр уақыт сайын тамақ берілетін автоматтандырылған жем салғыш бар. Сондықтан да бұл жерге адам көп келе бермейді. Негізгі адамның жұмысы жаңағы саулық қойлар, қозылы қойлар жағында. Ал мына көріп тұрғаныздар, ауланы осы жер тазалайтын щетка, тракторға тіркеп алып, ал оның ар жағында мінекей
техниканың өзін көріп отырсыздар. Ал мынау қойлардың марқалардың асты жылына 2 рет тазаланады. Біз қазір жайылымға келдік. Бұл жайылымда қазір Шопанды көрсетейін, қой бағып жүрген иттермен бірге. Анау жерде Шопан деп айтуға келмейді, әрине, фермер ғой. Өйткені қазір жақындатып көрсетемін сіздерге оның отырған үйшігін, яғни беседкасын. Байқап отырсыздар, айналасын бәрі қоршалған. Қойлар бәрібір ешқайда кетпейді, ол сол жерде демалып отырып бағады. Ал иттері қойлардың қасында, жартысы өзінің қасында жүреді. Мен ол кісіден қойлардың санын сұраған кезінде біз қойларды санамаймыз деп айтты, яғни нақты айтқысы келмеді, бірақ менің болжауымша ол кісіде 1000-нан аса қой бар, міндет ол анық, 1000-нан кем емес. Және мынау жерлердің барлығы, айналамыздың бәрі сол кісіге тиесілі. Тағы да бір рет айта кетейін, біз Германияның Шварцвальд аймағындамыз, яғни Франциямен шекаралас жері, таулы аймақта. Егер де сұрақтарыңыз бен ойларыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жазыңыз, біз жауап береміз. Арнаға тіркеліп болың және алып арасының келесі видеоларын күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.